Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай көріністен бастағым келіп отыр. Әрине, бұл бізде есіктің алды. Мына жерде біз кладовкеде тұрған буфетті осы жерге шығарып қойдық та, осы жерге аяқ киімдердің барлығын салып қойдық. Енді бұл жерде қыстық аяқ киімдер тұрады, жаздық аяқ киімдер шығады. Енді жаздық аяқ киімдер бізде мүлдем жоқ екен. Енді жыл сайын жаздық аяқ киім ауыстырамыз. Менде вообще жоқ. Мен бір жаздық аяқ киімді біраз жыл кием, өйткені аяғым кішкентай болғандықтан жаздық аяқ киім маған мүлде жоқтың қасы. Бар, енді бар болғанмен оның жаңағыдай табаны өте қатты жұқа, ол менің сау аяғыма мүлдем болмайды, өйткені мен бір аяққа қатты салмақ түсіргендіктен жұқа табанды мен жеп қоям. Бірақ күннің ішінде кәдімгідей тесіп берем. Сондықтан мен губка, резина, тәпішке дегендерді мүлдем кимеймін, тек қана қатты, качествосы керемет аяқ киімдерді киім керек. В общем, качествосы керемет дегенде табаны сәл-сәл қалыңдау болу керек маған. Сол кезде кішкене шыдамды болады. Былай андай жұқа аяқ киімдерді мүлдем кие алмаймын. Шынымен де маған көбісі келе бермейді, өйткені мен 36 или болмаса 36-ның кішісі болса онда кием. 35 маған көбінесе келетіні. Одан кейін ауырған аяғыма да шақ келу керек. Сау аяғыма шақ келсе, ауырған аяғыма шақ келмей қалады, ұстамай қалады дегендей. Сондықтан аяқ киім табу маған өте қатты қиын. Мысалға интернеттен заказ берейін десем, мүлдем болмайды. Ол маған шақ келмеу, мүлдем болмауы да мүмкін. Сондықтан қазір менде бірақ жаздық аяқ киім бар, шын айтқанда. Уже қанша жыл болды соны киіп жүргеніме. Бұрындары папам алып берген бір аяқ киім өте керемет күшті еді, ол аяқ киімде. Біраз жыл кидім жаздық аяқ киімді. Одан кейін енді тозғаннан кейін оны орнын ауыстыру керек болды. Оны Алматы қаласынан зорға дегенде таптым. Сарыкемерден таппай, сол Алматы қаласына барған кезде сол аяқ киімді тапқан болатын. Сөйтіп сонымен біраз жыл болды киіп жүргенмен жаздық аяқ киім. Біреу ақ өзі. Елдерде 10 шақтысы болса, менде біреу. Ал Алматы пен папамызға келетін болсақ, папамызды бір жаз киеді, тоздырады ол да, одан кейін жұмысқа киіп тастайды. Алматы енді бір жаз киеді, оған ол да сөйтіп тоздырады, или болмаса шақ болмай қалады. Мінекей мына жерде бізде осындай шлепка, аяқ киім дегендей барлығын тастайтын боламыз. Өйткені бұлардың барлығы уже ескіріп кеткен. Одан кейін бір аяқ киім алып келді папамыз. В общем, оны Алматыға кет деген, Алматы кимеймін деді, ондай аяқ киім мүлдем ұнамайды деді. Сонымен папасы өзі киетін болды, біреуге беретін болды. Негізі ол етікті мен мусорға тастайын деген едім, сонымен мусорға тастама деді. Біреуге берем деді, в общем, жұмысында біреуіне. Сонымен алып қалды оны. Менекей тастайтын аяқ киімдерді сіздерге көрсетіп жатырмын. Бутсы Алматының жаңағыдай кроссовки аяғына, солардың бәрін мусорға тастайтын боламыз менекей. Мына жерден папамыздың аяқ киімі көрініп жатыр. Етігі жұмысқа киеді негізі. Соны кремдеп отыр. Биыл бір жыл кейін, соны ендігі жыл тастаймын дейді. Мінекей осындай тағы да мусорлар шықты. Алматының 5 классындағы күнделігі осы жақта жүр. В общем, аяққа себетін спрейлер де осында жүр. В общем, мынандай коробкаға аяқ киімдердің барлығын салып қойдым. Біздің үйде туфлидан көп нәрсе жоқ екен. Туфли, макаси, інімнің де туфлилар осы жерде жатыр. Өйткені тойға осы жерге келеді, сол кезде тастап кеткен болатын сол туфлиларын. Осы жерде оларда, Алматыда бір басында бірнеше туфли бар. Мына бір пол жуатын таяқшаны соның ішіне тығып жіберейін деп едім, сөйтсем сыймайды екен мүлдем. Сонымен қайтадан заттардың барлығын орнына қойып жатырмық. Мінекей сыртқа шығып кеткен заттарды қайтадан ішіне салып жатырық. Ішінен бірнеше аяқ киімдер шықты. Барлығын реттестіріп қойды. Қыстық аяқ киімдерді әшейін пакетке салып қойған болатын, соларды қайтадан коробкаға салып қойдық. Нені де Швабрандта осындай пакетке бас жағын салып қойдым. Егерде біреу алатын болса, беріп жіберсем ба деген ойда отырмын. Мүлдем қолданбаймын. Бір қыс далада тұрды негізі осы жерде. Сонымен сарайға апарып тастауға тура келіп тұр. Папамыз аяқ киімін кремдеп жатыр, досы кебет. Қайқа кеткен білмеймін, өтер машинаға мінді кет қалды. Аяқ киім қалды сол жерде. Дала бізде өте керемет күшті болып тұр. Плюс или 18 или 19 градусты көрсетіп тұр. Далада жүре бергің келеді, үйге мүлдем кіргің келмейді. Осы күні негізі газды біраз сағатқа өшіріп тастадық. Мінекей осылайынан барлығын жинастырып қойдық. Енді ана коробканы тастаған жоқпыз, қойып қойдық сол жерге. Адам табылса бере салатын боламыз. Негіз бір досына берем деп отқан едім.
мінекей мынаның ішінде осындай аяқ киім коробкасы бізде өте көп. Біразын тастаған болатын, қайта бұл кішкене ғана. Үлкен коробкалардың ішінде енді туфли, сандали, одан кейін бар макаси дегендер. Оларды күзде ма, білмеймін, әйтеуір реттестіріп қойған болатын, оларға тиіскен жоқпын. Сол әдемі күйінде тұр. Оларды ақтарудың қажеті жоқ. Пока енді туфли кимейді ғой, пока кроссовки, сондайларын киіп жүр. Кейін күн жылы кезде сол макасиларды шығаратын боламыз. Бізде сарайға баратын, ол қар күрейтін күрек, одан кейін жаңа швабра, одан кейін мінекей бізде осындай аяқ киімдер өте көп. Алматының өзінде 3-4 аяқ киім бар, ауыстырып кететін, мектепке бар, ойынға бар дегендей. Папамыздың аяқ киімі, галоштар да тұр. В общем, кешке таман байқап қарасам, аяқ киімдер шашылып жатыр да, как будто үйде бір 10 шақты адам тұратындай аяқ киімдер кәдімгідей көбейіп кеткен. Енді мына бұрышты жинайтын боламыз. Енді бұл бұрыш бізде үнемі шашылып тұрады. Жаймен қыстық киімдерді жуып жатырмын. Кеше біраз киімдерді шығардым. Оларды бір-бір шайып алдым. Негізі ол киімдер бір киген киімдер күн біресе жылып кетеді, біресе суып кетеді дегендей. Сонымен өте қатты киімдерді, өте қатты қалың киімдерді осылай шығарып, жаймен жуып жатырмын. Өзімнің кофталарым бар, курткалар бар дегендей. Енді Алматының курткасы қалды. Болды, соларды жусам, одан кейін өзім көктемдік курткаларым бар. Пока олар тұра берсін. Может, жаңбыр жауы да мүмкін. Сол кезде бір киетін боламын. Пока көктемдік курткаларды алу ерте деп ойлаймын, өйткені әлі алда суықтары бар. Может, наурызда қар жауып кетуі мүмкін, наурыз қар дегендей. Енді бізде кәдімгідей өріктің гүлі кәдімгідей гүл ашайын деп тұр. Мен ойлап отырмын да, ерте ашылмаса екен деп, ерте құртылмаса екен деп, өйткені ерте ашылады да, сонымен үсік алып кетуі мүмкін, жаңағыдай жел тұрса, жел бытшын шығарып тастауы мүмкін, соңғы өрік шықпай қалады да жыл сайын. Соңген кәдімгідей жаның ашиды екен. Жылда сол ерте гүл ашады, сонымен үсік алып кетеді. Редко ол кездесетін, гүлденіп, өрік беретін кез ол редко. Енді мына жерде мен вафль істейін деп жатырмын, өйткені шайға ештеңе қалған жоқ тәттіден. Барлығын уже бітірдік, сонымен кішкене ғана істедім. Оның алдында көптеу қылып істеп қойған болатын, сонымен қалып қалған болатын. Бұл жолы енді кішігірім, бір отырғанда жеп қоятындай істеп жатырмын. Вафль енді бізде өте қарапайым, ондай қатты ерекшелігі жоқ. Бұл жолы 2 жұмыртқа қостым, оның алдында 3 болған кезде өте көп еді. Кейін жарты бокал сүт, одан кейін қант бірнеше қасық, одан кейін барып сұйық май мен сары майды ертілген екеуін бірге қосып жібердім. Бірінші сары майды ертіп, содан үстіне тағы да сұйық май қостым. Негізі сұйық май жұмсартады дейді, одан кейін сары май қоссаң, қытырлақ сондай болады деп не қылады. Көбінесе сұйық май қосып жатады, өйткені жұмсақ болады екен. Одан кейін барып, разрыхитель қосып барлығын араластырамыз. Шетке қойып қойдым, вафельницамды алып келдім, оны қосымша тағы да сүрттім. Менде вафельницаның ішіндегісі пісіретіні мүлдем алынбайды, ауыспайды. Сонымен қатырып қойған, сонымен жуған кезде де сәл-сәл ыңғайсыздау негізі. Мінекей, бұл жолы толтырмай қойдым. Алдында бірінші істеген кезде негізі толтырып қойып, артына біраз аққан болатын. Мен солай болады екен десем, сөйтсем мүлдем ондай емес екен, ақпайды екен. Толтырмай қойсаң ақпай, аккуратно барлық жақсы піседі екен негізі. Менде 8 вафли шықты,ошым өте керемет дәмді болып шыққан, өзіме қатты ұнады. Сәл не жетіспеді деп сұрасаңыздар, бетіне жағдай себетін варенье или болмаса сгущенка, шоколад деген сондай жетіспеді. Қалған барлығы өте дәмді шыққан. Міндетті түрде бетіне сондай салып жағып жесеңіздер өте дәмді болады. Чем өзін жегеннен гөр вафлидің. Негізі вафлинцаға біраз нәрсе пісіруге болады, даже таңғы асты пісіруге де болады. Бірақ көбінесе біз тәтті жегенді жақсы көреміз.
Мінекей бізде осындай вафли дайын болды, өте дәмді, тәтті. В общем, бар ғой, кешкі асқа негізі тәттіні басқа да істеуге болатын еді, бірақ вафли ең оңайы да, сонымен вафли істей салдым негізі. Одан кейін сіздермен бірге қазір жақсылап ыдыс-аяқтарды жуып алатын боламыз. Өйткені менде ыдыс-аяқтар өте көп, өйткені қонақтар келген болады. Сонымен біраз ыдыс-аяқтар жиналып қалды, солардың барлығын жақсылап жуып алатын боламыз. Бұл жерде енді губка пайдаланатын боламын, кей кезде майлық пайдаланамын, кей кезде губка пайдаланамын. Негізі губкамен бір-екі рет жуғаннан кейін губка өзінің жаңағыдай түрі қашып кетеді кәдімгідей. Или мен жаңағыдай арзанын алам ба, бұдан да жақсылары бар ма, білмеймін. Көбінесе өстіп губкамен бір-екі рет жуасың, сонымен как будто бірнеше ай сол губканы ауыстырмай жуып жүрген адам сияқты түрі сондай болып қалады. Или мен қатты қолданамын, керемет қолданамын, өйткені кей кезде болады қазанның ішін кәдімгідей осы губкамен қырып жататын бар. Кейбір кезде бір губканың өзі бір күнге шыдамай быт шығып кетеді кей кезде менде. Не только губка есіме түсіп кетті ғой, бұрындары мен жаңағыдай стирканы қолмен жуатын еді ғой, сол кезде көбінесе мен киімдерді ағартып жіберетінмін кәдімгідей ше. Белизнаның да керегі жоқ, ағартқыш жаңағыдай средстволардың ешқайсысы да керегі жоқ, стиральный машина да керегі жоқ. Кәдімгідей әппақ қылып беретін, мама күлетін, біздің жаңағыдай қызға ештеңенің қажеті жоқ, әшейін-ақ ағартып береді деп. Келесі кезекте ыдыс-аяқтардың барлығын жақсылап орнына қоямыз. Одан кейін менде вытяжкамен газ әлі жуылған жоқ. Вытяжканы жуайын деп негізі оқталған болатын, азелитті таппай қойдым. Папамыздан сұрадым, сөйтіп сарайда или болмаса буфетте деді. Буфеттің ішін қарадым, ол жақта жоқ, сарайдың ішін қарадым, ол жақта жоқ. Значит, ол бір жерге тастап кеткен болу керек. Енді вытяжканы мен басқа средствомен жуғым келіп тұр. Ол бізде жаңағы кір жуатын кір сабын бар ғой, сонымен жуғым келіп тұр. Сонымен кете ма, кетпей ма деген ой болып тұр. Ол кір жуатын сабын да негізі тазаныкі, таза деген сабын бар. Таза деген негізі кислородный өзінің порошогы да бар. Соны қолдансам да болады, ол да кетірек негізі. Бірақ сабыны өте күшті. Сол сабымен жуып көрсем ба деп ойлаймын. Мінекей сіздермен бірге ас үйді жақсылап жинастырып алдық, барлығын орын-орнына қойдық. Одан кейін бізде осындай кіреберіс жер бар. Осы жердегі паласты алып тастадым, аяқ киім қоятын. Қазір енді мүлдем шашылмайды десем де болады. Бұрындары тез шашылатын, қоқымның бәрі үйге кіретін, қазір ондай жоқ. Мінекей сіздерге өріктің бұтағын көрсетіп тұрмын. Осындай болып гүлдейін деп тұр. Тағы да бірнеше күн жылыса гүл ашатын сияқты маған. Енді видеом аяғына келіп жетті. Видеомды аяғына шейін көргендеріңізге көп рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.